Сәлем достар, бұл әлемде жақсы да жаман адамдар бар. Бірі елге көмектесіп, тәуір істермен айналысса, бірі адамдарды қинап өлтіріп жауыздықпен айналысады. Біз бүгін сіздерге адамдарды қинап өлтірген жауыздарды айтатын боламыз. Видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Дельфина Лалори 1787 жылы дүниеге келген. Лалори өз үйіндегі адамның миына келіп қонбайтын азаптаулармен қинап, адамдарға арналған түрлі эксперименттер өткізіп, және адамды қабырғаға немесе еденге жапсырып, бір талай адамды өлтірген. Алайда қанша адамды өлтірсе де, бір рет түрмеге отырмаған. Сонымен қатар, Дельфина Лалори ешқандай жазалаусыз Францияда қайтыс болған. Калигула, ал бұл Рим императоры болған. Сонымен қатар кішкентай кезінде ата-анасынан айырылған. Сондықтан Калигула ешбір адамды аямады. Калигула бар болғаны 28 жыл өмір сүрсе де, талай адамды өлтірген, және ол азаптауды ұнатқан. Калигула көбіне жас еркектерді үлкен алаңға шығарып, мазақ етіп қинап өлтірген деседі. Иди Амин. Ал енді бұл адам осы айтылғандардың ішінен ең қатыгезі десек те болады. Өйткені Иди Амин өз қатыгездігін тек Африкаға ғана емес, бүткіл әлемге көрсетті. Жауларын аямады. Иди Амин 500 мың адам өлтіргізген. Сонымен қатар, Иди Аминнің өз қолынан 2000 адам өлтірілген. Тіпті бұл да осыншама адам өлтірсе де, мүлдем жазаланбаған. Сиро Иси, Япония екінші дүниежүзілік соғыс болып жатқанда, тағы басқа да қатыгездік болып жатты. Сиро Иси өзінің биологиялық қаруларға зерттеу жүргізді, және тірі жүрген адамдарға, әскери тұтқындарға тәжірибе өткізген. Сондай-ақ әртүрлі факторлардың әсерінен қайнаған су, кептіру, тамақтанудан айыру, судан айыру, әбден мұздатып, адам өмір сүре алатын уақыт мөлшерін анықтау үшін тәжірибелер жүргізді. Сонымен қатар, құпия кеш өткізу үшін 300 үйді өртеген. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.